Қайырлы күн, менің YouTube каналымдағы менің кеңестерімді тағатсыздана күтіп жүрген көрермендерім және хат хабарламаларын ерінбей жолдап, маған пікір қалдырып, ұнату белгісін басып жатқан барша көрермендеріме алғыс айтқым келеді. Дәл сіздердің ниеттеріңізге, сұраныстарыңызға байланысты бүгін тағы да бір жақсы тақырыпты қозғамақпын. Құрметті достар, біз кемшілікпен жұмыс жасау және бойымыздағы кемшіліктерден құтылу жайында көп ізденіп, сол сұрақтың жауабын табуға талпынып жатамыз. Алайда, адам болғаннан кейін барлық пенденің бойында мін кездесетіндігін ұмытпау керек. Мінсіз адам болмайды. Барлық адамның бойында белгілі бір ретте өзіне тән қателігі, кемшілігі, кінәраты болып жатады. Ал оны керісінше көрсетпей, байқатпай, немесе жаман қылық мінез болса, одан қалай құтылу керек. Бүгін беретін кеңестерім біршама осы тақырып төңірегінде болады. Кемшілік жалпы адамға туа бітті келуі мүмкін. Бәлкім оның бір дене бітімінде, түр әлпетінде, енді туылғаннан, жаратқаннан берілген бір кішкентай болсын өзінің бойында кемшілік кездесіп жатуы әбден ықтимал. Алайда сол бір өміріне сол бір кемшілікті өмірлік бір қиындық сияқты көріп, және оны ешбір түзеуге келмейтіндей өмірінің мәнін жоғалтып жататын қаншама адамдар бар. Менің айтқым келетіні, комплекс қылып қойып алып, дұрыс сөйлей алмайтынын, бәлкім бет әлпетіндегі бір өзіне жараспайды деп тұрған дүниелер, немесе мінезіндегі қырсықтық, жалқаулық деген сияқты айта берсек, оның тізімі өте көп. Алайда, әрбір адамды жаратушы жақсы көріп жаратқандықтан, әрбір адамның бойына берілген мінез бен қабілет, оны анықтап тұратын бір ерекшелік екендігін ұмытпау керек. Демек, сіз ойланыңыз, сіздің бойыңызда бір кемшілік бар, оны сыртқы адамдардың барлығы байқайды. Және сізге ол бір үлкен жағымсыз энергия береді. Сол арқылы сіз ешқандай жұмыста бір іс-әрекетте жасай алмай қалуыңыз мүмкін, Ал ондай комплекстерден қалай құтылу керек? Болды, сіз осылай туылдыңыз ба? Даладағы ауа райын қаншалықты қабылдайсыз? Сіздің өзгертуге қолыңызда құзырет жоқ болғандықтан, сіз оны қабылдап біліп, керісінше кемшілігіңізді өзіңіздің ерекшелігіңізге айналдырып білсеңіз, онда сізден жақсы, мықты тұлға болып шығу мүмкіндігі болады. Яғни, ойланып қараңыз, мінездегі кемшіліктерді жою ол өзіңіздің қолыңызда. Жалқаулық, еріншектік, қырсықтық, тез ашуланатын, сабырсыздық, төзімсіздік деген сияқты кемшіліктер болатын болса, сіз одан құтылудың негізгі жолдарын өзіңіз ойластырып, өзіңізге өзіңіз шектеу қойып, сол кемшілікпен жұмыс жасау барысында бірнеше ізденіс жасап, және сонымен көп жұмыс жүргізетін болсаңыз, ол кемшіліктерден құтылу оңай болады. Ал жаратқанның тарапынан берілген өмірге туылғаннан бастап, бәлкім кемтарлық болсын, мүмкін енді сіз анадан солай туылғандықтан қабылдай алмайтын үлкен бір олқылық бар шығар. Ал сіз оны білесіз бе? Жаратқаннан берілген ерекшелік. Неге барлығы бұндай емес? Мен ерекше адаммын. Маған берілген кез келген кемшілік, ол менің өміріме керісінше өз пайдасын алып келеді деп қабылдай білсеңіз, онда сіздің алдағы уақытта өмір сүруіңізге үлкен жеңілдік беріледі. Алладан берілген кез келген кемшілікті, кез келген сынақты, Алланың тарапынан беріліп тұрған, біздің алдымыздан кездесіп тұрған қиындық кедергінің барлығын біз қабылдай білу арқылы және Аллаға тәуекел етіп, көну арқылы жеңетін боламыз. Сондықтан менің көп достарым маған комментарийге жазып жатады: ынжықпын, қорқақпын, жалқаумын, не болмаса бетімде бір тыртық бар еді, аяғым кемтар болып туылды деген сияқты өзінің ішкі комплекстерін жазып жатады да, одан қалай құтылсам болады дейді. Болды, сіз туылғаныңыздан қандай келбетіңіз қалай туылды, соны қабылдап біліп, керісінше соны жарқыратып жұртқа көрсетіп жүріп, өзіңіздің ерекшелігіңізді алға қоя білсеңіз, онда жаратқан сол бір қабылдаған сіздің сабырлығыңыздың және осындай Аллаға тәуекел еткендігіңіздің арқасында көптеген нығметтермен марапаттайтын болады. Менің оқырмандарыма, көрермендеріме, барша адамдарға айтатыным, мінезіңізде кемшілік болса, еш уайымдамаңыз, одан құтылудың жолы бар. Ал сырт әлпетіңізде
кемтарлық, бір кемшіліктер кездесіп жатса, ол жаратқаннан берілген керісінше сый деп қабылдаңыз. Сондықтан өміріңізді жақсы жаққа бұру немесе керісінше бір түнекте өмір сүріп, сол қараңғы бір бағытта өзіңізді шығарудың орнына керісінше сол жатқан күйінше тұңғиыққа батырып жіберу де таңдау сіздің қолыңызда. Жақсы өмірді қаласаңыз, қандай адамсыз, бойыңыздағы бүкіл мінезіңізді, қабілетіңіздің барлығын керісінше дұрыс жаққа пайдаланып, өміріңізді жарқыратып, жақсылыққа бұру өз қолыңызда. Ал керісінше болды, тағдырдың бергені осы, өмірім сыйлаған дәл осындай. Болды, тағдырым берген сынақ осылай, өмірім осылай жазылды, пешенеме жазғанын көремін ғой деп отыру үлкен қателік. Себебі тілек тағдырды өзгертеді деген ұғымға қарсы шығуға біздің жалпы адамзаттың хақысы жоқ. Ал тілек дегеніміз, сіз Алла тағаладан тілейсіз, жалынасыз, жалбарынасыз, сұрайсыз. Демек, сұрау ниетіңізге байланысты Раббыңыздан келетін көптеген көмектерді дұрыс қолдану арқылы, сол Алладан берілген нығметке алғыс айтып, шүкірлік ете білу арқылы сіз өміріңізге тек қана жақсылықтарды шақырасыз. Сол үшін, құрметті көрермендер, кемшілікпен жұмыс жасау жолында өзгермейтін нәрсе бар екен деп ойлап қалмаңыз. Барлығын өзгертуге болады. Барлығын қабылдап біліп, керісінше өміріңізде нұр пайда болсын десеңіз, барлығы да өз тарапыңыздан болатындығын естен шығармаңыз. Ал мінезінде кінәрат бар адамдар, мысалы, жалқаулық дейміз, жұмысқа құлшыныстың төмендігі, қорқақтық, сенімсіздік, бұл адам баласының бойындағы мінезін тәжірибе арқылы қалыптастырып жүріп түзеп алатын дүниелер. Жалпы жалқаулықтан құтылу мүмкін емес деп ойлап қалмаңыз. Оның өзіндік жолдары бар. Егер сіз ынжық болсаңыз, қорқақ болсаңыз, керісінше оның барлығы сіз өмірде жасаған тәуекелдер арқылы, жасайтын әрбір іс-әрекетіңіз арқылы біртіндеп тәжірибемен келеді. Ештеңе бірден болмайды, бірақ өзгермеймін деген адамды менің алдыма алып келіңдер, тілін шабам деген Абайдың қара сөзінде айтылған сөздер бар ғой. Сондықтан өзгермейтін адам жоқ. Кез келген адамның мінезі өзгереді, және сол мінезді өзгертуге өзіңіз түрткі бола білсеңіз, және қай жерде кемшілігіңіз бар, қандай тұста сіз ақсап тұрсыз, қай бір кезде сіз дұрыс емес әрекет танытасыз, соның барлығын өзіңізді танып білген жағдайда көп жұмыс жасап және нәтиже шығаруға болады. Құрметті көрермендер, есте сақтаңыздар, барлығы өз қолыңызда. Кемшіліктерді керісінше өз ерекшелігім деп қабылдап біліңіз.